Шақырғанда келмейтін әйелден, жұмсағанда бармайтын бала туады. Шақырғанда келетін әйелден, айтқызбай істейтін дана туады. Жақсыдан қыз алсаң, иіліп жүріп сәлем қылады. Жаманнан қыз алсаң, бала туғанын міндет қылады. Үлкенді сыйласаң, кіші сені сыйлайды. Кішіні сен сыйласаң, кісі сені сыйлайды. Бұл өмірде ең керек нәрсе сыйластық пен құрмет. Жоқтығыңды сезбеген адамға бар екеніңді сездіріп қайтесің. Адамға ренжудің қажеті жоқ. Әркім өз тәрбиесіне қарай сөйлейді, өз деңгейінде ойлайды. Санасы биіктер жақсылығыңды көреді, санасы төмендер қателігіңді тереді. Бұл дүниеде ер жігіттің қол жеткізген ең үлкен жетістігі байлық емес, көлік емес, үй емес, жақсы жар. Көргенде сүйсінетін, бұйырғанда бағынатын, түзде жүргенде арын сақтайтын, үйіне келгенде жылы шырайымен қарсы алатын. Себебі хадисте былай делінеді: дүние өткінші, сол өткінші дүниеде ең қайырлы нәрсе жақсы жар. Бір адамды танимын, оның мүлдем кемшілігі жоқ деп ойлайтынмын. Бірақ ол өзгелердің кемшілігін айта бастағанда, оның кемшілігі бар екенін түсіндім. Бір әке-шешеден тараған балалардың да ризығы әр түрлі болады. Мықтысы сүйретіп, әлсізі еріп берген әулет көштен қалмайды. Мықтысы өзімшіл, қабілетсізі қырсық болған әулет қырғи қабақ болып қожырап тынады. Өтірік күліп, жанымда жүріп, жүрекке кіріп, сырымды біліп, ішінен тіліп кететіндерден сақта Аллам. Бақыт деген соқыр құс, кім болса соның басына қонады. Қадірін білген ұялатады, білмеген үркітеді. Өмір бұл жарыс, кім көп еңбектенеді, сол арманына, мақсатына жетеді. Өмірге арызданып отыра берсең, мәреге де, мақсатыңа да жете алмайсың. Қазір жақсы жігіт жоқ, барлығының ойы жаман дейтін қыздарға айтарым. Көшеде қылтыңдап, көлік көрсе жылтыңдап жүрген қыздар бар кезде, қандай жігіт, дені түзу ойда болсын. Жігіттердің бәрі бірдей дейтін қыздарға айтарым. Сен ерекше қыз болсаң, жігіт сен үшін жалғыз болар еді. Ал басқа жігіттерде шаруаң болмайтын еді. Менің артымнан жүгіретін жігіттер көп. Кез келгенін таңдай саламын дейтін қыздарға айтарым. Арзан заттың тұтынушысы да көп болатынын ұмытпағайсыздар. Дана кісіден шын жақсы көрген адамды қалай танимын деп сұраған екен. Сонда ондай адам уайымыңды көтерседі, сен жайлы сұрап жүреді. Сенен еш жалықпайды, қателігіңді кешіреді деген екен. Ақылды сөзіңді ақылсызға қор етпе, ақылдыға айт. Не сөйлейтініңді біл, кімге сөйлейтініңді біл, қай жерде сөйлейтініңді біл, қалай сөйлейтініңді біл. Оны білмесең, сара сөзің шала болады, арты жала болады, әкең қапа болады. Өзгеден артық боламын деп арындама, шамаңды сақта. Тең түскенге қанағат ет, қанағат қарын тойғызар, қанағатсыздық жалғыз атын сойғызар деген ата-бабаң. Бірақ тепкіге төзбе, ешқашан аяққа басылмағын. Өмір тым қысқа, сен көзіңді ашып жұмғанша өтіп кетеді. Сондықтан да өмірде ең бірінші тез кешір, екінші шын сүй, үшінші риясыз күл.
сонда бәрі керемет болады. Болсаң да кең даланың кермиығы, кішілік кісіліктің өр биігі. Қаншама мамандық бар жер бетінде, ішінде адам болу ең қиыны. Байып кетеміз деп, тайып кетіп, жеңілмен өтеміз деп, өмірден өтіп кетпесек болды. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып, қақың бар жүгіруге. Адамға адам керек, түсінетін, сөйлесетін, көңіл бөліп уақыт табатын, бірге ақылдасатын, жай ғана бірге болғаныңа қуанатын адам керек. Дүние өтер кетер, ертең біреу бар, біреу жоқ. Қолда бардың қадірін біл. Айналаңдағы адамдар қандай болса, сен де сондай боласың. Сондықтан қандай адамдармен араласып жүргеніңе мән берейік. Ақымақты дұрыстама, ол сені тыңдамайды. Ақылды адамның қателігін дұрыста, ол сені бағалайды. Сасыған етке тұз бекер, ұятсыз жүзге сөз бекер. Адам боп туу анадан, мал боп кету өзіңнен. Жақсылықты жақсы адам ғана бағалай біледі. Адамдарды кешіре біл, кешірде олармен қоштасып үйрен. Мәселе мынада, адамдар жақсы адамдарды бағаламайды. Тек соларды пайдалануға тырысады. Бүгін сені елемейтін адамдарға ертең сен ғана керек болады екенсің. Өмір деген солай. Сеніміңе өте сақ бол. Өйткені біздің ең көп сенетін адамдар ғана бізге опасыздық жасайды. Бәрі жақсы көрінер алғашқыда. Адамдардың алғашқы уақытта айтқандарына емес, соңғы уақытта не істеп жатқанына қарау керек. Кейде сенің артыңнан кім ілесетінін көру үшін алға шығуың керек. Кейде сені кім тыңдайтынын байқау үшін даусыңды бәсеңдетіп сөйлеуің керек. Кейде бәрі астан кестең болып жатқанда, сенімен кімнің қалатынын білу үшін қате шешім қабылдауың керек. Құрметті оқырман, жоғарыда айтылған нақыл сөздер сізге аз да болсын өз пайдасын тигізсе, арнаға жазылып, төменге өз пікіріңізді қалдырып, достарыңызбен, таныстарыңызбен видеоны бөлісіп қоюды сұранамын. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер пайдалы ақпараттар, нақыл сөздер, ғибратты әңгімелер арнамнан үнемі шығып отырады. Менімен бірге болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі жаңа видеоларда жолыққанша аман да сау болыңыз.